Армысыз, менің есімім Манарбек Амангелдіұлы. Дәл қазір мен сізге сетевой маркетингке қалайша 3 күнде 100 клиент әкелуге болады. Егер сіз сетевой маркетинг жасайтын болсаңыз, онда бұл видео сізге арналған, міндетті түрде соңына дейін көріңіз. Қазіргі таңда барлығы енді онлайн форматқа көшкеннен кейін осы интернет арқылы клиент әкелуді енді үйрететін немесе клиент әкелетін бір 7 нақты четкі құрал бар. Ол не? Ол бірінші кезекте әрине ол Instagram. Және Instagram арқылы өзіміздің жеке брендіңізді дамыту. Яғни сіз күнделікті өзіңіздің жеке парақшаңызға пост салып, сторис түсіріп, эфирге шығып, адамдарға пайдалы болатын болсаңыз, адамдар сізді әлеуметтік желіде Instagramнан көріп, сізге сенеді, сізге сенгеннен кейін сіздің командаңызға келіп қосылады, немесе сізбен жұмыс жасауға келіседі. Одан екінші кезекте ол offer copywriting, яғни бұл сататын мәтін, клиенттің назарын аудартатын текст жаза білу. Яғни егер сізді клиенттің назарын аудартатын текст жаза білмейтін болсаңыз, онда клиент әкелу өте қиын. Одан кейін үшінші, өзіңіздің қолыңыздағы телефонмен сататын видео түсіре білу. Төртінші кезекте таргетинг, яғни мүмкін естуіңіз бар шығар, сіз өзіңіздің қалаңызда немесе өзіңіздің үйіңізде отырып бүкіл Қазақстан бойынша осы таргетинг арқылы клиент әкеле аласыз. Одан кейін онлайн сату, яғни тікелей эфир арқылы, вебинар арқылы онлайн форматта сата білу керек. Өйткені қазір барлығы онлайн форматтағы бизнес болғаннан кейін онлайн формат сата білу керек. Одан кейін әрине сетевой маркетингте ол команда сақтау, команданы қалай дұрыс жасақтау керек. Сонымен қатар упаковка. Упаковка дегеніміз бұл сіздің өзіңіздің жеке сайтыңыз болуы қажет. Яғни сіз туралы толыққанды, компания туралы, өнім туралы, бизнес туралы толыққанды ақпарат беретін упаковка, яғни сайтыңыз болу керек. Егер де сіз осы 7 құралды меңгеретін болсаңыз, сізге 3 күнде 100 клиент әкелу деген өте оңай болады. Енді қараңыз. Бұны мен деген бір 3-4 минуттың ішінде, 4-5 минуттың ішінде сізге 3 күнде 100 клиент әкеліп үйретіп жіберу мүмкін емес. Сондықтан да мен осыда сетевой маркетингте жасайтын жандарға арнап 3 күнде 100 клиент әкеліп үйрен атты тегін түрдегі сабақ өткізбекшімін. Яғни ол жерде бір 2 немесе 3 сағат бойына толыққанды осы құралдарды қолдану арқылы қалайша клиент әкелуге болады, және де осы құралдарды қолданып кім қанша теңге табыс тауып жүр, немесе қанша уақытта қанша клиент әкеліп жүр деген секілді толыққанды ақпараттарды сол 2-3 сағаттық сабақта мен тегін түрде сетевой маркетинг жасайтын жандарға айтатын боламын. Яғни сіз ол тегін сабаққа тіркелу үшін шамалы ғана бір шарттарды орындасаңыз болғаны, дәл қазір ол қандай шарт екен, немесе ол қалай ол тегін сабаққа қосылу керек екен, мен сіздерге как видео обзор ретінде толыққанды айтып өтемін. Дәл қазір сіз осы видеоны көріп отырсыз. Енді сізге тегін сабаққа тіркелуге мүмкіндік беретін нұсқаулық шығу үшін MLM блогер сетевой деген жазудың үстіне басамыз. Басқан кезде біз YouTube каналдың главный экранына өтеміз. Яғни нұсқаулық шығу үшін біз міндетті түрде бірінші кезекте осы YouTube каналға тіркелу қажетпіз. Яғни подписаться дегенді басамыз. Одан кейін оң жақта тұрған қоңыраушаның үстіне басып, С дегенді басамыз. Дәл осылай жасағаннан кейін экранды басып тұрып, яғни басып тұрамыз да төмен қарай түсіреміз, яғни обновление болу керек. Осылайша обновление, яғни подписаться етіп, обновление жасағаннан кейін сізге тегін сабаққа тіркелу нұсқаулығы деген осындай бір видео шығады. Яғни сіз егер тіркелмейтін болсаңыз, каналға бұндай сізге нұсқаулық шықпайды. Бұл тек менің каналыма тіркелгендегі ғана шығатын болады. Осы видеоның үстіне басамыз да, осы тегін сабаққа тіркелу нұсқаулығын міндетті түрде толығымен қарап шығамыз. Сол кезде сіз сетевой маркетингке 3 күнде 100 клиент әкелетін тегін сабаққа тіркелетін боласыз. Тегін сабаққа қалай тіркелу керегі туралы нұсқаулықты көрдіңіз деген ойдамын. Дәл сол нұсқаулықта көрсетілгендей тегін сабаққа тіркеліп алыңыз, және де сетевой маркетингке 3 күнде 100 клиент әкелуді үйреніп, өзіңіздің командаңызды үлкейтіп, айына мысалы $1000, $2000, $5000 дейінгі табыстарға міндетті түрде жетіңіз. Сондықтан да егер сізге бұл сабақ енді керек десеңіз, 3 күнде 100 клиент әкелім дейтін болсаңыз, онда міндетті түрде жаңағы қарапайым шарттарды орындаңыз.